Қайырлы күн достар. Бүгін біз фермерлер мен шаруа қожалықтарына арналған салық режимі туралы сөз қозғаймыз. Осы режимді жер учаскесін иеленетін және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен, қайта өңдеумен және сатумен айналысатын кәсіпкерлер пайдалана алады. Бұл режимде маңызды аспект жер учаскесінің орналасуына байланысты оның ауданын шектеу. Картада көрсетілгендей, Қазақстан 4 аймаққа бөлінеді. Олардың әрқайсысы құнарлығы, климаты және учаскенің максималды рұқсат етілген ауданы бойынша ерекшеленеді. Бұдан бөлек бұл режим кәсіпкерлерге табыс пен қызметкерлер санын шектемеуге, сондай-ақ табыс 20 айлық есептік көрсеткіштен асса да, қосымша құн салығы бойынша есепке тұрмауға мүмкіндік береді. Ернар Алматы маңындағы 4000 гектар жердің иесі. Оның 90 адамнан тұратын командасы сүт, астық, жүн және ет өндіреді. Жеке кәсіпкер Ернар фермерлерге арналған арнайы салық режимін таңдады. Себебі оның учаскесі бірінші аумақтық аймаққа жатады. Ал оның қызметіне табысы бойынша шектеу қойылмайтын ірі ұжым талап етіледі. Ай сайын кәсіпкер өзі үшін мыналарды төлейді. Міндетті зейнетақы жарналары, жалақының 10%. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары өз жалақысынан 1,5%. Әлеуметтік аударымдар 3,5%. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары ең төменгі жалақының 1,4 еселенген мөлшерінің 5%. Кәсіпкер қызметкерлер үшін мына аударымдарды төлейді. МЗЖ жалақының 10%, ЖМЗЖ жалақының 1,5%, әлеуметтік аударымдар 3,5%, МәМС 3% және МәМСЖ 2%. 920 нысан жылына бір рет 31 наурызға дейін салық төлеуші кабинетінің сайтында немесе қағаз түрінде өткізіледі. Бірыңғай жер салығы жыл сайын табыстың 0,15%-ын құрайды. Сонымен қатар су ресурстарын пайдаланғаны үшін салық төленеді. Оның сомасы қызметті жүзеге асыру аймағына байланысты. Толық ақпарат әділет.заң.kz сайтында берілген. Бастамаларыңызға сәттілік тілейміз және келесі видеоларда жүздескенше.